Достар, мен сіздермен бір үлкен секретпен бөліскім келеді. Қазір білесіздер, мынау әлемде бүкіл өлім жетім бірінші кезекте бірінші орында тұрған ол мына жүректен қайтып жатқан адамдар, инфаркт миокарда деп айтады оны. Яғни бірден оянбай кетіп, немесе көшеде құлап кетіп қалып жатқан адамдар бірінші орында тұр. Енді қараңыздар, сол инфарктты болдырмайтын, немесе сол инфарктқа кімге бейімді десек, бір ғана анализ бар. Ол анализ егер сізде жоғары болса, сізде 100% ол инфаркт болады деген сөз. 100%. Ол гамма-цистеин деген. Сол гамма-цистеинді тапсырыңыздар. Білмеймін, бір 5-6 мың теңге тұратын шығар. Қымбат емес. Өйткені бұл анализ жоғары болған кезде тамырдың ішкі стенкасын жеп зақымдап жатыр деген сөз. Сосын оның артынан холестерин деген май түзіледі да, сонымен тамыр бітеліп инфаркт болады. Ол анализ менде де жоғары болған. Мен арнайы базамды реттеу арқылы сол анализді түсірген болатын. Кезінде енді өзіме қарамай жүрген кезде ұйқым дұрыс емес, тәтті тағамдар жеймін, стресс, спорт жоқ, сол кезде менде жоғары болып қалады. Тұқымда ондай инфарктпен ауырған біздің аталарымыз болды, ол ген беріледі. Бірақ мен базаның көмегімен ол заттың бәрін түсіріп тастадым.